Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Қазына KZ каналына қош келдіңіздер. Біз бүгін Бала патша Алдияр атты қызықты ертегіні тыңдайтын боламыз. Ендеше құлақ түріңіздер. Бұрынғы әділетті Мұхтар деген патшаның заманында бір шәрінің жас балалары жиналып ойнайды екен. Көп балалардың ішінде Алдияр деген бала патша болып, енді біреулер уәзір және бірнешеуі патшаның жендеттері, қазы, сұрақшы болып тас жинап, патшаға сарай жасап, оны Алдияр патшаның шәрісі деп атапты. Балалардың ішінде тәртіпсіз немесе қылмыс істегендерін жауапқа тартып, түрліше жазаларға бұйыратын болыпты. Барлық бала Алдияр патшаның әмір пәрменіне риза болып бас иіп тұрады екен. Сөйтіп балалар күн сайын Алдияр патшаның шәрісі өздері ойнайтын жеріне жиналып, патшаның тапсырмаларын орындап, кешінде үйлеріне барып қонып, күндізін өздерінің шәрісінде болады екен. Бір күні балалар топырлап, өздерінің шәрісінде жүргенде, сол шәрінің әділ патшасы Мұхтар патша балалардың ойнап жүрген жеріне кезігіп қалып, балалардың ойындарына және олардың патшалық үкім сұрақтарына таңданып қарап тұрады. Бір кезде бір баладан: «Балам, бұларың қандай ойын?» деп сұрапты. Сонда патшаның жауап сұраған баласы айтады: «Мынау біздің Алдияр патшаның шәрісі. Ал енді анау тақта отырған біздің патшамыз Алдияр. Біз бәріміз де Алдияр патшаның бұйрығы бойынша істейміз», депті. Сонда хан бұлардың істеп жүрген істеріне және салған шәрлеріне ішінен қатты риза болып: «Патшаларыңа айтыңдар, осы шәрісін маған сатсын, бір ділда берейін», депті. Мұхтар патшаның жауабын әлгі бала өзінің патшасына келіп айтса, Алдияр патша: «Бұл шәрі сатылсын, басқа жерден шәрі жасап аламыз», деп бір ділданы алып, өздерінің қазынасына тапсырып, Мұхтар патшаға: «Мына шәрі қазірден бастап сіздікі», депті. Мұхтар патша: «Бұл шәрі менікі болды, сендер енді басқа жерге орналасыңдар», деп өз бетімен кетіп қалыпты. Балалар ертесіне ол жерден кетіп, басқа жерге барып, бұрынғысынан да артық етіп сарай салып, ойнап жүре береді. Мұхтар патша бір түні ұйықтап жатып түс көріп, түсінде гүл иісті бақтар, өніп тұрған бақша, өте зинатты алтын, гауһармен безендірілген алтын сарайлар, пейіш хор қыздарын көріпті. Мұхтар патша сол сарайларды аралап жүргенде, бір ақ шалмалы адам кезігіп: «Мұхтар патша, бұл өзіңнің бала патша Алдиярдан сатып алған сарайларың, арала», депті. Мұхтар патша ояна кетсе түсі екен. Патша бұл көрген түсіне сүйсініп, кедейлерге садақа беріп, және селге шығып, әдейі бала патша Алдиярдың шәрі салған жеріне келіпті. Алдияр патшамен сөйлесіпті. «Мына сарайларыңды сатыңдар, 100 ділда берейін», депті де, баланың сарайларына 100 ділда беріп, «Енді менікі», деп кетіп қалыпты. Балалар өз сарайларын 100 ділдаға сатып, енді басқа бір жерге барып, сарай, шәрі салып, сонда орналасыпты. Бұрынғыларындай жүріп тұрыпты. Мұхтар патша бір түні тағы да түс көріп, түсінде бұрынғы сарайынан да бірнеше есе артық зинатты сарай, бақтарды аралап жүріпті. Баяғы ақ сәлделі адам кезігіп: «Патша, бұл аралап жүргенің Алдияр патшадан екінші рет сатып алған шәрі, сарайларыңызды әбден аралаңыз», депті.
Мұхтар патша оянған соң бұл түсіне тағы да қуанып, кембағал мүсәпірлерге садақа беріп, сейілге аңға шығып, қайтарында Алдияр патшаға келіп, бұлардың бұл шәрі сарайларын 1000 ділда беріп сатып алып, мына сарай шәрлер тағы да менікі болды, деп кетіп қалыпты. Алдияр патша 4-ші жерге көшіп барып орналасып алыпты. Күндердің күнінде Мұхтар патшаның алдына 2 адам дауласып келеді. Сондағы даулары екеуінің. Жетелеген 2 биесі бар. Екеуінің арасында құлыны бар. Биенің екеуі де қара түсті екен. Арасындағы бір құлыны ала құлын болып туылыпты. Ол құлын 2 биені емеді. 2 бие де бір құлынды иеді екен. Дауласып келген 2 адамның екеуі де менің биемнің туған, менің құлыным дейді. Патша сұрап қараса, 2 бие де өткен түні туған биелер туғанда, биелерінің туғанын екеуі де көрмеген. Күндізінде 2 бие бір құлынды тең емізіп жүргенде бірақ көріпті. Дау осыдан басталып, әділ патша екеуінің қайсысын бұйырып берерін білмей, қайран болып отырғанда, бір жас бала отырып, «Ой, Құдай-ай, осынша адам осы құлынның қайсы биеден туғанын айырып бере алмай отырғанын қарашы. Егер де біздің Алдияр патша болса, бұл істі бағана-ақ шешіп берер еді», депті. Сонда патшамның бірге отырған уәзірлер, «Ой, енеңді былжыраған бала, елдің басы қатып отырғанда былжырамай отыр әрі», деп ұрсып тастапты. Бала, ұрыссаңыз ұрса беріңіз. Бірақ та біздің Алдияр патша болса, бүйтіп бөгеліп отырмас еді, деген сөзді айтыпты. Бұл сөзді естіген Мұхтар патша, «Ей бала, осы істі сендердің патшаларың шеше ала ма?» деп сұрапты. Сонда бала айтады, «Тақсыр, біздің Алдияр патшамыз болса, бұл істі бағана-ақ шешіп тастар еді», депті. Сонда қан, «Не деп болмас?» деп бір адам жіберіп, 7 жастағы бала патша Алдиярды шақыртып алыпты. Болған жағдайды түсіндіріп, «Балам, бұл туралы сен не дер едің?» депті. Сонда балалар патшасы, «Бұл іс көп ойланарлық іс емес қой», депті де, бір шыны су алғызып, құлынды ұстап тұрып, құлағының ұшынан кесіп, шыныдағы суға 3 тамшы қан тамызып жіберіп, биенің бірінің құлағынан 3 тамшы қанды шыныдағы суға тағы да тамызып жіберіп, суға қарап, «Мына құлын мына биеден тумаған», депті. Содан кейін тағы бір шыны су алдырып, құлынның құлағының 3 тамшы қан ағызып, енді ана бір биенің құлағынан 3 тамшы қанды шыныға тамызып, шыныдағы суға қарай салысымен-ақ, «Мына құлынды тапқан осы бие», депті. Сонда жиналған халық, «Балам-ау, мұны қайдан ажыраттың?» деп сұраған екен. Бала тұрып, өз енесінің қаны су ішінде өз құлынның қанымен бірге қосылып кетеді. Өзі таппаса екеуінің қаны су ішінде қосылмай бөлек жүреді, депті. Содан кейін көпшілік болып 2 шыны суға қараса, Алдиярдың айтқанындай болып шығыпты. Құлынды өз иесі алып қайтыпты. Сонымен енді бір күндерде Мұхтар патшаның алдына 2 адам дауласып келеді. Сондағы даулы істері 5 жасар атан түйеге 2 адам таласып келген екен. Екеуі де өз қолынан боталатқан, «Менің пәлендей інгенімнен туған, аузын үріп, аяғын сыпырған түйем» деп 2 адам бір бесті атанды жетелеп келіпті. Мұхтар патша әрі-бері сұрап көрсе, екеуі де өз түйесінен туған үшін бірнеше адамды куәға тартып, өз сөздерін жөн қылып болмаған соң, патша шариғат айырсын деп қазыға жіберген екен. Қазы әрі-бері сұрап көріп, 2 жағын да жөнге келтірем дегенімен,
өз түйемнен туған үшін жанымды берем деп ант ішіп, екеуі де тоқталмастан жанын беріпті. Сөйтіп, мұны қазы да ажырата алмай, ақыры патшаның алдына келіпті. Патша даулы түйені қайсысына бұйырарын білмей, таң тамаша болып отырғанда, тағы да бір жас бала тұрып, мұны біздің Алдияр патшамыздан басқа кім ажыратады дейсіңдер, депті. Сонда патша тұрып, балам, сен Алдияр патшаңды шақырып келші, сендердің патшаларыңды да көрелік, депті. Сонда әлгі жас бала жүгіріп барып өзінің Алдияр патшасын ертіп келіпті. Алдияр екі жағын сұрап көріп, бұл атаның тапқан енесі бар ма, деп сұрағанда, екеуі де енесі бар, депті. Алдияр, екеуіңіз де енесін алып келіңіздер, деп бұйырыпты. Жиналған ел бұл бала қайтер екен деп қарап отырғанда, екеуі екі інгенге жетелеп келіпті. Алдияр екі түйенің арқан бойы жерге ұстатып тұрып, бес атанды жықтыртып, төрт аяғын мықтап байлатып алып, атанның санын қыл шылбырмен бұратыпты. Шылбыр атанның санын қиып, атан түйе бақырып боздап кеп ышқырғанда, анадай жерде ұстап тұрған екі түйенің қоя беріңдер деп бұйырыпты. Сонда екі түйенің бірі боздап келіп, боздап жатқан атанның үстіне түсе қалыпты. Сонда Алдияр, атан мына түйеден туған, депті. Отырған ел бала патшаның қазылығына қайран қалыпты. Тағы бір күндері патшаның алдына 10-11 жастағы екі қара баланы ертіп бір кісі келіпті. Тақсыр, мына баланың бірі менің өз балам, бірі менікі емес. Бүгін таңертең балам жататын төсекте екі бала жатыр. Қарасам түрлері де, киімдері де, мінез құлқы сөздері де бірдей. Менің өз балам қайсы десем, екеуі де сіздің балаңыз менмін дейді. Сонымен өз баламның қайсысы екенін біле алмай, сіздің алдыңызға келдім. Патша екі баланы жекелеп алып, өткен уақыттағы істерін сұрап көрсе, екеуінің де сөзі бір жерден шығыпты. Патша әрі-бері сұрап, ешқандай сезік таба алмай, ақыры лажсыз болып, осыған бала патша Алдияр не дер екен деп, соны шақыртып алып, мән-жайды түсіндіріп беріпті. Сонда Алдияр патша, бұл іс қатырарлық іс емес қой, деп бір бос бөтелкені алғызыпты да, бөтелкені өзі ұстап тұрып, екі балаға айтыпты. Балалар, сендердің қайсыларың мына кісіден туған болсаңдар, соның осы мен ұстап тұрған бөтелкеге кіріп кетесіңдер, депті. Екі қара баланың бірі секіріп келіп бөтелкенің ішіне кіріп кеткенде, бала патша бөтелкенің аузын бас бармағымен баса қойыпты да, әлгі кісіге, әне қасыңызда тұрған сіздің балаңыз, мына бөтелкедегі сізді алдап жүрген шайтан, депті. Сонымен жиналған халық қайран қалыпты. Мұхтар патша халықты жинап алып, о халайық, 7 жасар Алдиярдың ақылы менен әлде қайда артық екен. Сол үшін бүгіннен бастап бар патшалығымды осы балаға өткізейін. Бұдан былай сіздердің патшаларыңыз мына 7 жастағы Алдияр, депті. Сонымен Алдияр бала 7 жасында таққа отырыпты. Құрметті оқырмандар, біздің бүгінгі ертегіміз осымен тәмамдалды. Сіздерге ертегі ұнаса, каналға тіркеліп, пікір қалдырыңыздар. Келесі қызықты ертегіні жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыздар. Сау сәлеметте болыңыздар.